Салима, бүгін біз өте қызықты пайдалы іспен айналысамыз. Құрақ көрпе құраймыз. Құрақ көрпеге қазақтың әрбір үйінде болады. Өйткені құрақ көрпе үлкен аналарымыздың айтуынша берекенің, бірліктің, татулықтың бастауы. Бірнеше қиынды құралған құрақ көрпе отбасының бірлігі, берекесін сақтайды деп есептеген. Ендеше құрақтың бірнеше түрлері бар. Бүгін біз ши құрақты құраймыз. Ши құрақ дегеніміз шиден құралатын деген мағынаны айтылған. Яғни матаны ішінде қиып алып, және ол бірнеше түсті материалдардан болады. Екеуміз әдемілеп болып үшін 2 шаршы қошқар мүйізді қиып қосайық. Екеуміз әдемі құрақ көрпешені құрап шығардық. Бұл көрпешені өзіміздің топқа, мерекелік шараларға пайдаланамыз.